Армысыздар, құрметті оқушылар, ата-аналар. Сіздердің назарларыңызға өзімнің төл туындым мәңгілік жастық күйі туралы әңгіме етпекпін. Жалпы мәңгілік жастық күйімнің тарихы былай. Әрбір бала кішкентай күнінде осы ауылда, ата әжесінің қолында көмбе нанын жеп, әжеміздің атамыздың таяғын жеп, қойын бағып, күпкіге малын түсіріп, тау тасты аралап, сөйтіп жүретін кез еді. Сол мәңгілік жастық деген күйім өзімнің атам Сәрсенбай Бекмұхамбетұлына арналады. Жалпы атам елге сыйлы, құрметті, өте сондай кемеңгер адам болатын еді, марқұм. Сол кісінің құрметіне осындай мәңгілік жастық, мына кәрі болса да, кәрі демейміз, мына өзі біраз жасқа келгеннен кейін адам өзі бәрібір сол мәңгілік жастығын аңсайды, сол жастық шақты. Бірақ тұла бойында сол жігерлік, сол қайраттылық, сол батырлық үнемі жүретін атамыздың бойында. Сондықтан осы атамызда осы күйіне кезінде батасын беріп, жалпы өзінің ақылын, өзінің сол ойын білдіріп, осы күйге батасын берген болатын. Сол мәңгілік жастық өмірі сол көкейінде әрбір атамыздың кезіндегі қалдырып кеткен өсиет сөздері біздің мәңгілік жүрегімізде қалады. Сол осы мәңгілік жастық күйін тарту етемін. Ал құрметті оқушылар, сіздер де ата-аналарыңызды, ата-әжелеріңізді құрметтеңіздер, ұлықтаңыздар. Келесі кездескенше қош аман сау болайық.